қаласа ұйықтап кетеміз. Хорошо. Жалпы адам дені сау болу үшін ұйқы өте маңызды. Сен оны білесің. Жалпы бізге десек адам 8 сағат ұйықтауымыз керек. Күніне 2 литр су, дұрыс тамақтану, 8 сағаттық ұйқы. Иншалла долголетие. Просто кей адамдар ойлайды, ақыры өлетін бір өлім ғой деген сияқты. Жаңағыдай живи один раз деген сияқты. Олай да болар ме еді, бірақ әрбір әрекеттің артында өзінің бір нәтижесі болады. И ол нәтиже сені қуанту үшін қуантатындай болу керек қой енді. Мысалға, не болса соны жесең, оның арты бетіңе түрлі нәрселер шығып кетеді. Артық салмақ, ісі қандай ісініп жүресің. Ана жерің ауырады, мына жерің қақсайды, мына жерің қышиды деген сияқты. Зачем? Одан да сондай бір енді жақсы нәрсені жасап, жақсы нәтиже көрген жақсы да. И расымен де мына дүнияда андай мықты нәпсіге беріліп, нәпсіні рахаттандырып, прям нәпсіге приятный болғанның артында бір зияны сияқты болады ше. Прям зиян емес, но бір нетосы болады. Так что біз нәпсімізді ортада ұстауымыз керек, тәрбиелеуіміз керек та. Кейде болады, кейде болмайды, кейде рұқсат жоқ деген сияқты. Жалпы өмірде біз Аллах рұқсат еткен нәрсені жасасақ, сол уже иншалла жақсы нәтиже береді. Бүгін ғана ашық өтірік айтамын, кеше мен естідім, то что күніне 1 рет тамақтанған адамдар ол Аллах тағаланың жақындатқан құлдары. Күніне 2 рет қана тамақтанған адам ол мұсылман. Күніне 3 рет одан көп тамақтанған адам ол енді жануармен тең. Вот солай біздің нәпсіміз тым істемеуді, жалқаулықты, не болса соны жеуді, кеш ұйықтауды, жата беруді, в общем, какой-то бір регресс всегда бір оның бір нәпсі таңдаған нәрсе көп жағдайда андай бір артынан бізді қуантпайды оның нәтижесі. Ал біз ақылға салып барып нәпсімізге келісіп, жоқ, мен қазір телефон қарап, жата бергім келеді, бірақ ол маған зиян тигізеді. Давай біздер қазір осы халиямен ASMR бір кеш өткізейік, сосын ұйықтаймыз деп нәпсімен келісуге болады. Телефонды қажет андай бір просто қарауды ертеңгіге 20 минутқа арнаймыз, 20 минут, бірақ ертең қараймыз деген сияқты осылай келісім болса, иншалла нәтижесі сені қуантады, иншалла. Хорошо. Так. Келесі.
шаршайды бір мүшеміз, и содан тоқтайды Алланың әмірімен. Там дейміз таусылады. И это факт неоспоримый, шындыққа. Бірақ бұл нәрсе саған қалай білмеймін, маған расымен де мен ақыр соңында өлемін, мен еш нәрсені алып кете алмаймын, мына дүниеда бәрі уақытша екен, бәрі тоқтайды деген кезде кәдімгідей альхамдулилля уже любой проблемаға жеңіл қарайсың. Вот прям оны енді шешпей ой деп емес, шешесің проблеманы, бірақ ана жүйкеңді тоздырып, қиналып, уайымдап емес. Альхамдулилля. Так что қиналып жүрген болсаң, біл, қабірдегі адам өзінің жағдайын өзгерте алмайды. Ал осы дүнияда екі аяқпен жүрген сен өзгерте аласың. Так, бисмилля, келесі. Элементарно тісті жуу, оны мынадай зубная нитьпен тазарту, оның бәрі нәпсіге ұнамайды. Нәпсі просто жуа салғысы келеді, там заморачиваться не хочет, но оны біз тәрбиелейміз, оны біз келісеміз нәпсімізбен. Тісті күніне 2 рет 2 минуттан жуу және мынаумен тазалау, лишний раз сивакпен тазалау жақсырақ, чем стоматолог алдында барып жатқаннан, оған қаншама ақша жұмсағаннан, ол ақшаны табу нәпсі саған оңай емес деген сияқты. Одан да бар нәрсенің қадірін білейік деп келсеңіз алдаймыз. Өз-өзімізбен кәдімгідей күрес қой. Кәдімгідей былай қарасаң шын адам сияқтысың, сен бірдеңені қалайсың, бірақ бірдеңені істемейсің, сен бірдеңе істең керек, бірақ жалқауланасың деген сияқты іштен бір арпалыс болады. Как будто бір что-то хочешь другое, но ничего не умеешь. Вот прям сен басқа өмірді қалайсың, бірақ оған байланысты бір әрекеттер жасағың келмейді. Зона комфорта. Вот осындай қорқыныштар, неше түрлі, бұл дүниеде бәрі солай. Келісеміз, нәпсімізбен келісеміз. Өз-өзіңмен болған, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, адамның джихады, ең ауыр джихад, соғысқа борьба, ол өзінің нәпсісімен дейді. Ал пайғамбарымыз ол күшті психолог болған. Так. Авокадо. Шаштарың тарап берейін, хорошо.
қазір жаз қой, көктем қой, енді күн жылып келе жатыр. Мен қазір көп крем жақпаймын. Ол қыстың күні қандай суықтарда бір жарылып кететін ше. Қазір уже ондай емес. Қазір қол жарылмайды, қазір қол қараяды менде. Алхамдулилля. Ничто не вечно, ничто не идеально в этом мире. Маған дәл осы бір жасымның ұлғаюы, бір қарттық келеді деген сияқты. Андай мен жасым ұлғайып бара жатыр деген маған андай депрессия кіріп кететін сияқтымын ше. Андай бір прям андай қош деген сияқты ше. Бірақ содан кейін как только мен жаңа саған айтып жатқан нәрсе, бұл дүниеде еш нәрсе мәңгі емес. Жаңағыдай енді бәріміз Аллахқа қайтамыз деген нәрсені ойлаған кезде уже жібере бастайды. Кәдімгідей еш нәрсеге жабыспайсың ше. Альхамдулилля, бәрі Аллахтікі. Мен Раббыма қайтам. Ол жәннат мәңгі. Вот осы нәрсені мен ойлағанда кәдімгідей депрессиядан шығасың ғой. Кірмейсің. Сенен рұқсат сұрамаппын, кешір. Аузың ашылып мені тыңдап отқанда бетіңе кремді жағып жібердім. Негізінде бір үйде бір лейкопластырь болу керек. Үйдің аптечкасында. Әйтпесе қыста арасында балдарға бір құлағы жаншып қалады, бір жара шығады андай. Сондайларға скотч жабыстырып, білмеймін, әлек болып жүрді. Оны орамалмен байлап, андай тырнақтарын дұрыс алмайды, сосын күбіртке сияқты сондай шығады ғой. Сондайға сасық вишневскийді жағасың, мақтаны қоясың, сосын лейкопластырьмен орайсың. Бір түн, иншалла, 2 түн, ладно. Альхамдулилля, күшті олар, машалла. Вишневский вонючий, но он прям эффективный ше. Сондай жараларға іріңге. Так, кіші күйеуіме алып
общем, барлығы противовоспалительные, сондай зат. Спирті бар, этиловый спирт, тазартылған су. Енді спиртті біз мұсылмандар сыртқы, наружный применение шай түзуге пайдаланамыз ғой, жак ішпейміз. Бір стакан суға бір чайная ложка и шаясын. Прям сағат сайын шая беруге болады. Иншалла. Бізде Қазақстанның бүткіл аптекасында болады негізі. Рот таракан деген сияқты. Рот таракан. Ішінде инструкциясы бар, бірақ оны біз қазақтар или халия оқымайды. Көп жағдайда Гуглдан или ChatGPTден сұрап отырамын ғой кейде. Қалай пайдалану керек? Ондай противопоказаниялары жоқ. Тек сол шөптің дәмін көтере алмау деген болмаса, так вообще күшті дүние, иншалла. Иншалла, осы тыныштығымен ұйықтаймыз, хорошо. Уайымдама, бәрі жақсы болады, иншалла. Бұл өмірде шешілмейтін проблема жоқ. Точно, я тебе точно говорю. Бұл өмірде шешілмейтін проблема жоқ, иншалла. Аллахтың жәрдемімен бәрі жақсы болады. Дұға. Аллахтан үмітпен күдерді үзбеу, иншалла. Әрекет, хорошо. Аллах тағала өлімнен басқасына шипа беріп қойдым дейді. Так что іздену керек. Қай жерің ауырсын, қандай да проблема, ақшалай проблема, білмеймін, отбасылық,